Қазақстанда 35 жасқа дейінгі әйелдердің көпшілігі электронды платформалар арқылы азаматтық ұстанымын білдіре алмайды. Салдарынан әлеуметтік маңызды топ мемлекеттік шешімдерге араласа алмай шет қалып отыр. Бұл Paperlab зерттеу орталығы жүргізген сауалнамасының нәтижесі. Оған сай азаматшаларымыздың көбі ЕГОВта арыз қалдыруды немесе заң жобасына қатысты өз ұсыныстарын жазуды білмейді. Тек әлеуметтік желілерде комментарий жазумен шектеледі екен, бірақ оны елеп жатқан ешкім жоқ. Мәселені шешу үшін сіздің дауысыңыз маңызды жобасы құрылған. Бағдарлама аясында 100 мың адамды азаматтық технологиялар арқылы белсенді болуға үйретпек, ал жобаға 250 мың еуро бөлген Еуропалық одақ осы арқылы Қазақстандағы демократияны бір сатыға көтеруге болады дейді. Демократияны орталықсыздандырудан бастаған жөн. Бұл ретте IT технологиялардың рөлі ерекше. Өйткені қазір кез келген адамда ұялы телефон бар. Сондықтан азаматтарға ешқандай кедергісіз мемлекеттік шешімдерді қабылдауда өз үлесін қосуға жағдай жасалуы керек. Әсіресе әйелдер мен жастар арасында сандық технологияларды азаматтық ұстанымын білдіруге үйреткен өте маңызды. Осы арқылы жаңа Қазақстанда берік азаматтық қоғам құрылады.